Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Махаша Жазира Бекқызы. Пән атауым тағамдық өнімдердің тауартану негіздері. Бүгінгі тақырып қышқылды сүт өнімдері. Бүгінгі сабақтың мақсаты қышқыл сүт өнімдерінің түрлерімен таныстыру. Өз бетімен жұмыс істеуге, ізденімпаздыққа, ойлау, қабылдау қабілетін дамыту. Өз елін сүюге, еңбекке, іскер болуға тәрбиелеу. Сабақтың жоспары: сүт қышқылды өнімдер тарихы, сүт қышқылды өнімдер ассортименті, сүт қышқылды өнімдерді алу технологиясы. Павлов Иван Петрович айтқандай, сүт табиғаттың өзі дайындап берген сүйкімді тағамы. Лактозаның ашуына негізделіп алынған сүт өнімдері сүт қышқылды өнімдер деп аталады. Ашу сипаты бойынша оларды екі топқа бөледі. Бірінші топқа сүт қышқылды ашу негізінде жасалған өнімдер, йогурт, ацетофилді өнімдер, сүзбе, қаймақ жатады. Екінші топқа аралас ашу, сүт қышқылды және спирттік негізінде алынған өнімдер жатады. Айран, қымыз және тағы басқа. Сүт қышқылды өнімдер өндірісінде күрделі биохимиялық процестер жүреді. Сүтке немесе кілегейге қосылатын ашытқы микроорганизмдері сүт қантының ашуын тудырады. Кейбір микроорганизмдер қант ашуы кезінде сүт қышқылынан басқа этил спиртін, сірке, көмір, пропион және валериан қышқылдарынан ацетон түзеді. Сүт қышқылды өнімдер ем-дәмдік және емдік құндылыққа ие. Сүт қышқылды өнімдердің микроорганизмдері мен сүт қышқылды ішектегі шірткіш микрофлораның тіршілігін жояды. Қымыздың, айранның, ацетофилді өнімдердің антибиотиктері ауру тудырғыш микроорганизмдердің дамуын тежейді. Сондықтан олармен туберкулез, асқазан және өкпе ауруларын, фурункулез ауруларының емдейді. Сүт қышқылды өнімдердің ассортиментіне келетін болсақ, қаймақ. Ол орыстың ұлттық өнімі. Басқа сүт қышқылды өнімдердің ішінде калориялығы жоғары өнім. Қаймақта сүтке қарағанда А және Е витаминдері 7-10 есе көп. Қаймақ майлығына байланысты бірнеше топқа бөлінеді. 10% қаймақ ең дәмді қаймақ пастерленген гемоденген кілегейден алынады және С, В витаминдермен байытылған. 20 және 25% қаймақ майлы өнімдерді жеуге болмайтын тұтынушыларға арналған. 30% нормаланған кілегейді ашыту арқылы алынады. 36% қаймақ тек балғын нормаланған пастерленген кілегейден өндіріледі. 40% қаймақ әуесқойлық қаймақ өте майлы кілегей мен сүттік белок негізінен өндіріледі. Сүзбе белокты сүт қышқылды өнім. Құрамында толық құнды белоктардан басқа минералды заттар бар. Оның құрамында белок 14-17%, май 3-18%, минерал заттар 1-1,5% кіреді. Сүзбе қарт адамдарға, сонымен қатар өкпе және сүйек туберкулезінде, асқазан, бүйрек ауруларына пайдалы. Бастапқы шикізат түріне байланысты сүзбе майлы, жартылай майлы және майсыз деп бөлінеді. Ірімшік өнімдері бұл пастерленген сүттен алынған майлы, жартылай майлы және майсыз сүзбеден қант, сары май, кілегей, тұз, сонымен қатар дәмдік және ароматты заттар цукат, мейіз, какао ұнтағы, ванилин және тағы басқа қосылып жасалады. Айран сәл өткір сүт қышқылды дәмі мен сұйық қаймақ консистенциялы өнім. Айран майлы 3,2 немесе 6% майсыз, жеміс-жидекті 2,5 және 1% май, табиғи жеміс-жидек сироптары мен қант қосылған. Йогурт сүттің құрғақ майсызданған зат мөлшері жоғары сүт қышқылды өнім. Ол өте пайдалы, себебі оның құрамында басқа сүт қышқылды өнімдерге қарағанда белок көп. Йогурт майлылығына байланысты сүтті майсыз 0,1%-ға дейін, сүтті майлылығы төмендетілген 0,3%-ға дейін, сүтті жартылай майлы 1,2-2,5%-ға дейін, классикалық сүтті 2,7-4,5%, сүтті кілегейлі 4,7-7%, кілегейлі сүтті 7,5-9,5%, кілегейлі 10%-ға дейін болады. Қымыз бие сүтінен ашытылған шипалы сусын.
Қымыз дайындау шеберлігіне, сүттің тегіне, уақыт мезгіліне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Осыған орай оның атауы да алуан түрлі. Уыз қымыз. Бие сүтінің уыз дәмі тарамаған кезде ашытылған қою қымыз. Бал қымыз. Бал, қант, өрік, мейіз қосылып ашытылған қымыз. Басты қымыз. 4 күн асып, ашуы мейлінше жеткен қымыз. Дөнен қымыз. 4 тәулік бойы ашытылған қымыз. Жуас қымыз. Үстіне саумал қосып жұмсартылатын қымыз. Құнан қымыз. 3 тәулік бойы ашытылатын қымыз. Сырақ қымыз. Бірнеше рет құлындаған құлық биенің сүтінен ашытылатын қымыз. Бесті қымыз. 5 тәулік бойы ашытылған қымыз. Сары қымыз. Шөп пісіп, биенің сүті қойылған кезде ашытылатын қымыз. Сірке жияр қымыз. Бие ағытылар кезде ең соңғы қымыз. Құрт сүт өнімі қой сиыр сүтінен жасалатын ежелгі қазақ тағамы. Құрт күшті ас, ол әр түрлі тамаққа қосылады. Құрттан істелген немесе құрт қосылатын тағамдардың кейбір түрлері: жас құрт, көбік құрт, ыстық құрт, сықпа құрт, малта құрт, езген құрт, ақ малта, ұнта құрт, ақ құрт, қара құрт, құрт май, ежеге немесе ежеге құрт. Көбік құрт қайнап жатқан құрттың қалқып алынған беті. Ағаш қасықпен бетінен жайылып қалқып, ыстық күйіне жалап жейді. Көбік құрт майлы болады, әрі құрттың бар нәрі осы көбігінен жиылғандықтан дәміл түр иреді. Сол себепті көбік құрт жас кәрі талғамай жеңіс ас ретінде сүйсіне жейді. Малта құрт езілген құрттың таусыршақ түйіршіктері. Ол әрі жұмсақ, әрі сүйкімді асқа саналады. Ұзақ сапарларға ауызға салып, суын жұтқан кезде әрі сусын, әрі қорек болған. Ежеге немесе ежеге. Ежеге немесе ежеге құрт құрттардың ішінде ең бір ерекшесі әрі дәмдісі. Ежеге құрт көлемі жағынан да кіші, бармақтай болып келеді. Кепкен кезде ежеге де құрттың жасалу жолмен әзірленеді. Бірақ ол өте ашымаған іріктен жасалады. Сіздерге бейнетаспа көрсеткім келіп отыр айран өндіру технологиясын. Көптеген елдерде айранды асқазанның қышқыл досы деп бекер атамаса керек. Бұл сусын ас қорыту процесіне жақсы әсер етеді. Сондықтан да оны балаларға кішкентай кезінен ішкізеді. Оның құрамында ерекше сирек микроағзалар бар. Бұл сүт қышқылды стрептококктар мен таяқшалардың, сірке қышқылды бактериялар мен біртекті, ақ түсті ашытқылардың селбесуі. Олар зиянды уытты флораға қарсы тұрып, асқазан ішек ауруларын қоздырушыларды жояды. Пайдалы бактериялар біздің ішектерімізде өмір сүреді және өзекке бай азықтарды қорытуға көмектеседі. Осы ішек микрофлорасының жағдайына ас қорыту сапасы байланысты болады. Кейбір физиологтар флора мықты болған сайын адамның иммунитеті де жақсы болады деген пікір айтады. Сондықтан болар балаларға кішкентай кезінен айран береді. Айран дайындау үрдісі жүздеген жылдар бойы өзгермей келеді. Сонымен айранды қалай жасайды? Айранды сиыр сүтінен жасайтыны ешкімге де құпия емес. Көбіне айран өндіру үшін резервуар әдісін қолданады. Өнімді сыртқы әсерден сақтау мақсатында бар жұмыс жабық түрде өтеді. Өндіру кезінде қажетті деңгейге дейін төмендетіп, не болмаса жоғарылатып тұрғандықтан майлылығы әртүрлі болуы мүмкін. Продукция наша конкурентоспособная. Біздің өніміміз бәсекеге жарамды. Бұл табиғи таза өнім. Шаруашылықты, қолданылатын жабдықтарды өздеріңізде көріп тұрсыздар.
Айран өндіру үшін алдымен сүтті сепаратордан өткізіп алады. Бұл сүтті механикалық қоспалардан тазалап және майлылығы бойынша бірыңғайлап алу үрдісі. Бұдан соң ол бір тектес қоспа жасауға жөнелтіледі. Онда бір текті масса алу үшін өнімнің май түйіршіктері ұсақталады. Бүгінде ұсақтауда автоматтандырылған түрде жүргізетін арнайы агрегаттар бар. Енді сүт пастерлеуге дайын. После этого у нас идет пастеризация молока. То есть мы пастеризацию даем 90 градусов с выдержкой 1 Сүтті пастерлеу 1 минут ұстау арқылы 90 градус температурада жасалынады. Пастерлеу арқылы сүттегі барлық қажетті заттарды сақтай отырып, зарарлы микроағзалар жойылады. Бұдан соң сүт 30 градус температурасы бар инкубациялық сауыттарға жөнелтіледі. Срок хранения молока. Өндіріс технологиясына сай жоғары температурада өңдеу болашақ айранның негізгі қасиеттерін сақтап қалу үшін қажет. Бұларға тұтқырлығы, дәмі және ұюдың тығыздығы жатады. Шикізатты пастерлеу үрдісін технологтар қадағалап отырады. Өйткені сүт кез келген уақытта іріп кетуі мүмкін. Бұдан басқа өнімнің ылғалдылығы төмендеп, пайдалануға жарамсыз болып қалады. Пастерлеуден соң 30 градусқа дейін салқындатылған айран ұйыту үрдісіне дайын болады. Ұйытқыны ашытқы саңырауқлақтарынан әзірлейді. Ұйытқының құрамына стрептококтар, сүт ашытқысы және сүт таяқшалары кіреді. Әдетте сүттің мөлшері түйіршіктердің көлемінен 10 есе асып түседі. Қосындыны 5-8 минут көлемінде араластырады да 8-10 сағатқа қояды. После этого на готовую продукцию Бұдан кейін зертханалық талдау жүргізіледі, яғни ұйыған айранға талдау жүргізіледі. На внешний вид. Итак, мы отбираем среднюю пробу кефира. Для нас это около 50 мл. Орташа сынама үшін 50 мл айранды алып, жақсылап шайқаймыз. Қаптаманы ашып, құрамын тексеру үшін органолептикалық анализден өткіземіз. Өнімнің түсі қышқылдандырылған сұйықтықтың түріне байланысты болады. Айран үшін оның түсі сүтті ақ. Өнімнің қоюлық дәрежесі және сыртқы түрі араластырып отырған кезде қадағаланып тұрады. Қазір біз сұйықтықтың массасы бір текті. Қоюлығы бұзылмаған, артық газдың түзілуі жоқ, сондай-ақ сарысудың бөлінбегенін анықтадық. Осылайша өнім органолептикалық анализдің барлық талаптарына жауап береді. Ал енді біз айранның қышқылдығын тексереміз. Бұл өте маңызды көрсеткіш. Ол үшін арнайы реактивтер қолданылады. Мұнда айранның 10 мл сынамасы бар. Бұған фенолфталеин индикаторын қосамыз. Араластырып, титрлейміз. Перемешиваем и титруем. Это раствор. Енді натрий гидроксиді ертіндісінің сілтісін қосып, түстің боялу процесін көреміз. Добавляем гидроксид натрия и смотрим на изменение окраски. Міне қызғылт түске боялып жатыр. Сілтінің шығынына байланысты айранның қышқылдылығын анықтаймыз.
Қазір айранның қышқылдығы цернерде 86 градусты көрсетіп тұр. Бұл толығымен қажетті көрсеткіштерге сай дегенді білдіреді. Это от 80 до 120 градусов цернера, то есть полностью соответствует показателям. Ашыған соң, дайын айранды алдын ала араластырып алады. Сосын, қажет температураға дейін салқындатады. Дайын өнімді араластыру айран жасаудағы ең маңызды кезеңдердің бірі. Ол жарты сағатқа дейін созылады. Бұл кездегі айран 20 градус температураға дейін салқындатылады. Араластырып және салқындатып болған соң, айранға тиіспейді. Дәл осы жетілу кезеңінде айранның құрамындағы ең пайдалы бифидобактериялар көбейеді. Ал сіздер сәбилерге қосымша тамақ ретінде айран ішкізгеннің жақсы екенін білесіздер ме? Ол сүтке қарағанда ағзаға 3 есе жылдамырақ сіңеді, және де астың қорытылуына жағдай жасайды. Сондықтан басқа тағамдарда тезірек қорытылады. Біздің айранымыз өлшеп құюға және қаптауға дайын болды. Сүт өнімдеріне арналған көптеген қаптау түрлеріне қарамастан, қазіргі нарықта кеңінен қолданылатын қаптама түрі және аса танымал пюрпак қатырма пакеттері. Олар өнімді тамаша сақтайды, тасымалдау үшін тиімді, жеңіл әрі қолайлы. Арнайы автоматтың жұмысына жалпақ картоннан пакет жасау, өнімді мөлшерлеу, пакетті жабу және оған мерзімін белгілеу кіреді. Қазақстанда жасалған экологиялық таза және сапалы тауарды сатып алыңыздар. Жаңа өздеріңіз көргендей бейнетаспада айранды өндіру технологиясы. Тараға құрғақ сүт, су және табиғи су қосылады. Құбыр арқылы пастерлеуге жіберіледі. Яғни 90 градус бактерияларды өлтіру мақсатында сүтті пастерлейді. Пастерленген сүтті 30 градусқа дейін салқындатады. Температурасы 30 градус жеткен сүтке ұйытқы салынады. Ұйытқы салынған сүтті жетілдіру мақсатында 8-10 сағатқа қалдырады. Осы процесс кезінде айранда адам ағзасына пайдалы ішек бактериялары пайда болады. Дайын болған айранды қаптау автоматтарына жібереді. Органолептикалық көрсеткіші бойынша дәмі, иісі таза, сүт қышқылды. Бөтен дәм мен иіссіз пастерленген өнімге тән. Түсі ақ немесе сәл кремді болуы керек. Қаймақ 78 сағат сақтайды, 8 градуста шығарады. Сүзбе, айран, йогурт, ірімшік 36 сағат сақтайды, 8 градуста шығарады. Қымыз 48 сағат сақтайды. Сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Үйге үй тапсырмасы сүт қышқылды өнімдері. Және де сіздерге құрттардың атауларын жаздым, осыларға анықтама жазыңыздар. Назар аударғандарыңызға рахмет.